Махмұт көшкенде көршілер неге жылады? Бұл әңгімені маған осыдан біршама уақыт бұрын Қарағанды қаласында тұратын ескі танысым айтып беріп еді. Естіген сәттен бастап көкейімнен кетпей санамда жаңғырып тұрып алды. Сонымен біздің қалада орыс көп деп әңгімесін бастады танысым. Баяғыдан солай. Сонау бір дүние бүлінген 90-шы жылдар ауылдан ауып, осында көшіп келген едік. Қаланың шет жағында орын тепкен 30 пәтерлі шағын үйден баспана сатып алдық. Содан бері жылжып жылдар өтті. Көршілеріміз бұрынғыдай орыс орман. Тұмсық тіреп кездесіп қалғанда ғана әйтеуір бас изеп сәлемдесудің ишарасын жасаған боламыз. Әйтпегенде көршілерді жау шауып кетсе де хабарымыз жоқ. Тіпті осылай болған дұрыс сияқты сезілетін. Басқадай өмір сүрудің қажеті болмас деп ойлаушық. Сөйтсек, біз шынайы өмірдің не екенін білмеппіз. Көкірек көзімізді тәкаппарлық тұмшалап тастапты, иманымызды шайтан түгін қоймай боршалап тастапты. Сөйтіп күңгірт үңгірде күлімсі көңілмен күлді көміш өмір өткізіппіз. Алда жалда біз тұрған үйге Анадолы еліне Махмұт адынан көшіп келмегенде бұрынғы күлді көміш өміріміз еш өзгерместеді. Тас қабырғалармен құрсауданған темір есікті пәтерімізде көршілерге сырттай тепсініп қойып жата берер медік. Бәрі ойда жоқта өзгерді. 2 жыл бұрын біз тұрған 30 пәтерлік шағын үйге, нақтырақ айтқанда, бірінші кіреберістің 2-ші қабатында тұратын Әзербайжан Казимнің пәтеріне Махмұт көшіп келді. Қасында құйтақандай әйелі бар. Онысының жүзін бізге көрсетпейді, орап қымтап қойған. 5-6 жас шамасындағы бұйра шаш ұлын жанынан тастамайды. Әуелі бәріміз оған одырайып қарадық. Сақалды жігіттерді адасқандар деп санайтын әдетіміз бойынша кекірейіп, керіліп, Махмұттың қасынан шірене басып, шікірейіп өтеміз. Ал Мақаң болса, екі көзі мөлдіреп, ассалаумағалейкум деп қиылып тұрады. Тіпті өзінің көршісі Вера әжеге де дәл осылай амандасады. Махмұт таңнан тұрып, алдымен 2 подъезде үйдің алдын жылан жалағандай тазалайды. Келген күні өз қолымен орнатқан есік алдындағы көк орындыққа жайғасып алып, ұйқылы ояу үйден шыққан барлық көршіге сәлем береді. Қазақ болған соң өз басым ұялғаннан барып Махмұттың қолын алған болам. Орыстар қабағынан қар жауып ыздиып тұрып, здрасте деп өте береді. Олардың соңында риза кейіппен басын иіп түрік бауырымыз қалады. Махмұттың өзі қаланың шетінде орналасқан тасты үгітіп қиыршықтайтын цехтың қатардағы шолақ бастықтарының бірі. Сағат таңертеңгі 10-дарда қызмет машинасы келіп алып кетеді. Кешке елден бұрын әкеліп тастайды. Қалған уақытында Махмұт тірнектеп сауап жинайды. Біздің бейпіл тірлігіміз Махмұт үшін сауаптың көзіне айналды. Мақаң күн сайын кешке көршісі Вера әжейді қолтықтап далаға яки таза ауаға алып шығады. Бұрындар ары бері өткен көршілерді күңкілдеп жақтырмай отыратын Вера кемпір мәс. Басқасы басқа, Махмұт би орыс әжесінің күлімсі иіс шайлаған жаман үйін жуып шайып тазалап тастапты. Қолы қалт еткенде өз үйінен тамақ әзірлеп апарып береді. Көбінде тісі мүжілген әжесіне дәмдетіп түрік бұламығын жасайды. Құдай сауапқа жазғыр Махмұттың бұл әрекетін ішінде өзімде бір қала қазақтар оғаш көрдік. Қайдағы бір орыс кемпірді асырап бағып бұнысын есі деп қойымыз. Мүмкін бұл түрік біздің жақтың жөн-жосығын білмейтін шығар. Айту керек екен. Содан бір күні келесі подъезде тұратын Төлеубек құрдасым бар, екеуміз түрік бауырды шақырып алып айттық. Ей, Махмұт бей, сен ана кәрі кемпірді күтіп бағып жүрсің, ол орыс, яғни христиан ғой. Оның қалай болғаны деп сыр тарта сөйледік. Біздің сөзімізді естіген Махмұттың қос жанары боталап кетті. Пәтшағардың көзі қандай мөлдіреді, қарап тұрып аяп кетесіз. Төлеубек құрдасым ондыққа дәл тигіздік пе дегендей маған масаттана қарап қояды. Содан Махмұт сөз бастады, көзінің жасын сүртіп тұрып, мұсылман баласы үшін көршінің хақысы деген болатынын, ол мейлі христиан бола ма, кәпір бола ма, оған көмектесуді Алла бәрімізге бұйырғанын, өзі сол Алланың бұйрығын орындап жүрген жеткізді. Алла өзінің бұйрығын орындаған құлына сансыз сауаптар жазатынын түсіндірді. Солай ма? Қызық екен. Осылай аз ғана күннің ішінде біздің күлді көміш өміріміз өзгеріп сала берді. Қоқысқа толып жататын ауламыз тазаланды. Бір күні есік алдындағы ескі тротуарда жағалатып Махмұт ағаш отырғызыпты. Онысын күнде таңертең ерте тұрып суарады. Біздің подъезде өмірі жарық болып көрген емес. Тіпті бұрын жарық болған ба?
Ол жағын ешкім білмейді. Бірде жұмыстан кештетіп келсем, қараңғы көрдің аузындай өңірейіп тұратын кіреберіс жап-жарық, тіпті әрбір қабатқа дейін шам орнатып қойыпты. Құдай тілеуіңді бергір, мұны біздің ақша жинаудан басқаны білмейтін КСК орнатып қойған шығар деп қайран қалдым. Сөйтсек бұл Махмұттың ісі екен. Күндер өте келе бәріміз Махмұтты сыйлай бастадық. Махмұт бізге емес, біз Махмұтқа бұрылып барып сәлем беретін болдық. Баяғыдан бейпіл өскен біз қазақтар үйіміздің шамы жанып кетсе, есіктен аттап шығып, коридордың жарығын жұлып алып қондыра саламыз. Ертеңінде қарасақ, біз ұрлаған шамның орны толып тұрады. Баяғы Махмұт өз ақшасына сатып алып орнатып кеткен. Сонымен қысқасы, адамның жаратылысында ұят деген бар ғой. Ұятымыз оянып көше шамын ұрламайтын болдық. Аудаға қоқыс лақтырып тастауды қойдық. Лақтырып кеп жіберген қоқыс тола дорбаңды мына жақта тұрған Махмұт іліп алып тұра жөнелгенде ұяты бар адам шыдамайды екен. Ақырында барды көрші қолаңдар Махмұт өз қолымен орнатқан үлкен қоқыс сандығына қолындағы дорбасын өз аяғымен апарып тастайтын күйге жетті. Әсіресе қыста жауған қарды алғашында Мақаң жалғыз өзі күрейтін еді. Вера жиі аюдай ақырып тұрғындардан кезек жасап, оны өзі бақылап іске кірісті. Нәтижесінде есік алдында балашаға жығылып сүрініп, қарға омбылап жатпайтын болды. Үйдің артындағы сортаң алаңқайға Махмұт тонналап тас төгіп машина қоятын тұрақ жасап берді. Бұрын есік алдында үймелеп тұратын жеңіл көліктерімізге орын табылып рахаттанып қалдық. Сөйтіп жүргенде көктем келді. Баяғы Махмұт: "Қадірлі қардаштар, Наурыз тойлайық, бұл бірлік пен татулық мерекесі" деп жар салды. Тура мейрам күні Махмұт қайдан тапқан білмедік, 2 киіз үй тігіп тастады. Ертеңінде көршілер жиналып мәре-сәре мейрамдадық кеп. Орыс, қазақ, Әзербайжан хақолымыз бар бір дастархан басында бас қостық. Махмұт бәрімізге сыйлық үлестірді. Біз де қарап қалмадық. Үйіміздегі тәтті дәмді тағамдарымызды арқалап келіп ортаға жайдық. Шопыр Вадим бір дорба шөлмек арқалап жеткен екен. Оған біздің Мақаң ұрыспай, тырыспай жайлап түсіндіріп жөнге салды. Вадим болса, арақ-шарап ішпейтін, көршілерді ынтымаққа бірлікке шақыратын, бұл неткен жақсы мейрам деп арқа жарқ. Сонымен Махмұт бейдің арқасында бейжай, берекесіз өмір сүріп жатқан көрші қолаңдар бір үйдің баласындай ынтымаққа үйістік. Бұрындары жақсылықты бізге келіп біреу істеп беретін сияқты, бастық көрсек міндетсіп, біздің ақымызды жеп жатқандай шатынап кетушек. Онымен қоймай 2 сөзіміздің бірі ғайбат болатын. Бұның бәрі қате екенін бізге Махмұт жақсылап түсіндірді. Шын жүрегімен егіліп айтты. Шын жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді деген рас екен. Әйтпегенде осы Махмұт айтқан уағыздарды газет, журнал, радио, теледидардан күнде естіп жүрміз. Бірақ ешқандай бойымызға сіңіре алған жоқпыз. Адам баласы бейбіт өмір сүру үшін алдымен көршісімен тату болу керек екен-ау. Пайғамбар ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде, көршісі аш жатқан біле тұрып, өзі тоқ жатқан мұсылман толық мүмін емес депті. Осыны Мақаң бізге үздіксіз айтумен болды. Осылай біздің өміріміз өзгерді. Мұсылманшылықтың не екенін түрік бауырымыз бізге іс-амалымен көрсетті. Мейлі кім болсын, адам баласының жаны мейірімділікті, татулықты қалайды. Оны тапқан кезде бақытты өмір сүреді. Махмұт бізге осы жолды үйретті. 40 ұлттан құралған біздің аула тұрғындары ынтымақ атты киелі шаңырақ астына біріктік. Бір күні жұмыстан келсем, есік көзінде Вера әжей егіліп жылап отыр. Сізге не болды десем, Махмұт переезжайды дейді. Мен сасқанымнан қуда деппін. Вера әжей қолын тым алысқа қарата сілтеді. 10 күннен соң бәріміз жиналып Махмұтты шығарып салдық. Көршілерден жыламаған жан қалмады. Қимай қоштастық. Ол шартты уақыты бітіп еліне кетті. Татулықтың дәмін татып қалған біз әзірге аманбыз. Махмұты жоқ бізден кейінгілер қайтер екен? Бекен Қайратұлы. Оқыған Қуат Ахметжан. Айтпақшы, соңғы жағдайларға байланысты бұл әңгіменің еш қатысы жоқ. Жай көршілер жайында.